Ұйқыға жатар алдында небәрі осының бір қасық ішсеңіз, таңертең ішегіңіз сағаттай жұмыс жасайтын болады. Ішегіңіз түйілуінсіз, кебусіз және іште бірдеңе қалып қойды деген ауыр сезімсіз оянасыз. Көпшілігіміз 50 жастан асқан соң таңертеңгі шаршау мен денедегі ауырлықты жасқа немесе гормондарға жаба саламыз. Бірақ мәселе мүлдем басқада. Бұл күн сайын кешке қайталанатын бір ғана қарапайым қателіктің салдарынан болады. 50 жастан кейін ішек немқұрайлылықты кешірмейді. Ол өз-өзін тазарып үлгермейді. Егер сіз оған көмектеспесеңіз, ол сізден кек ала бастайды. Іштің кебуі, қанттың жоғарылауы, нашар ұйқы және таңертеңгі ісіну, мұның бәрі бір тізбектің буындары. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгін ағзаға қарсы емес, ағзамен үйлесімде жұмыс істейтін кешкі әдіс туралы айтамын. Видеоның соңында ешкім айтпайтын ең маңызды әдісті ашамын. Дәл осы әдіс сіздің жеңілдеп қалуыңыздың кепілі. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен маңызды нәрсені түсіндіріп өтейін. Мен бұл видеода іс жүргізетін дәрілер, клизма немесе агрессивті тазалау әдістері туралы айтпаймын. Ондай тәсілдер ішекті жалқау етіп, созылмалы ауруларға алып келетін тікелей жол. Менің айтпағым физиологиялық түнгі көмек. Неге түнде? Себебі біз ұйықтағанда ішек демалмайды. Керісінше, ол қайта құрылып, шырышты қабатын қалпына келтіреді. Микрофлораны жаңартып, таңертеңгі табиғи босану процесіне дайындалады. Егер дәл осы сәтте оған дұрыс бағыт берсеңіз, таңертең бәрі жеңіл, тыныш және күш жұмсамай-ақ жүзеге асады. 50 жастан асқан соң ішек тек ас қорыту мүшесі емес. Бұл сіздің иммунитетіміз, қан тамырларыңыздың күйі, қан қысымыңыз бен ойыңыздың анықтығы. Иммундық жасушалардың 70%-дан астамы дәл осы ішекте орналасқан. Егер ішекке шамадан тыс жүк түссе, ағза тіпті анализдеріңіз норма болса да, ішкі қабыну режимінде өмір сүреді. Мен жылдар бойы мынадай көріністі байқап келемін. Адам ішекке дұрыс көмектесе бастағанда, небәрі 2-3 аптаның ішінде ұйқысы түзеліп, таңертеңгі ауырлықтан арылады. Тәттіге құмарлық басылып, іштің кебуі бірден тыйылады. Ең бастысы, сөзбен айту жеткізу қиын, бірақ сезіну оңай, ішкі тазалық пен тыныштық пайда болады. Менің айтып отырғаным бұл жаңа шыққан немесе сәнді тренд емес. Бұл ондаған жылдар бойы белгілі, бірақ көпшілік дұрыс қолданбай жүрген өнім. Сөз псилиум, яғни жолжелкен тұқымының қабығы. Негізгі қателіктерде дәл осы жерден басталады. Адамдар оны күндіз қабылдайды. Кез келген сусынмен шеберетте іш жүргізетін жылдам нәтиже күтіп, көңілі қалады. Шын мәнінде, псилиум кемел жастағы ішекті қолдаудың ең табиғи, ең қауіпсіз құралы. Псилиум дәрі емес. Бұл ерекше түрдегі ерітін талшық. Ол ішек қабырғасын тітіркендірмейді, ішіндегіні күшпен айдап шықпайды. Оның жұмыс істеу принципі мүлдем басқа. Ішекке түскен бойда суды сіңіріп, жұмсақ гельге айналады. Бұл гель ішек бойымен жылжып отырып, жолындағы барлық артық нәрсені, токсиндерді, қорытылмаған тағам қалдықтарын, артық өт қышқылдарын жинап алады. Ең бастысы, мұның бәрін шырышты қабатты жарақаттамай өте нәзік атқарады. Жас ұлғайған сайын ішектің шырышты қабаты жұқарып, сертімділігін жоғалтады. Кез келген агрессивті тазалау әдісі мәселені ушықтырып жіберуі мүмкін. Ал псилиум керісінше қорғаныш қабатын түзіп, ішектің ішкі бетін тегістейді. Бұл тіпті өзін сау санайтын адамдардың өзінде болатын жасырын қабынуды басуға көмектеседі. Көп жерде айтыла бермейтін тағы бір маңызды тұсы. Бұл ерітін талшық. Пайдалы микрофлора үшін таптырмас қорек. Сіздің ішегіңіздің тыныш жұмыс істеуі немесе үнемі кеуіп, газ жиналуы дәл осы микрофлораға байланысты. Пайдалы бактериялар қорек алғанда, олар зиянды патогендерді ығыстырып шығарады. Нәтижесінде іштің кебуі басылып, үлкен дәрет тұрақты, жұмсақ әрі күш жұмсамай-ақ жүзеге асатын болады. Бұған қоса псилиум артық холестериннің сіңуін тежейді және қандағы қант деңгейін тұрақтандырады. Бұл предиабеті бар немесе кешкісін тәттіге құмар жандар үшін нағыз табылған ем. Неге кешке қабылдау керек деп сұрасаңыздар, түнде ішек микрофлорасының белсенділігі максималды болады. Ағза жаңа тағамды қорытумен айналыспайды. Стресс пен қозғалысқа алаңдамайды. Қалпына келеді. Егер осы сәтте ішекте дұрыс талшық болса, ол түнгі тазалаудың негізіне айналады. Псилиумды дұрыс қабылдаудың 4 ережесі бар. Бірінші – уақыт. Күндіз емес, таңертең емес, дәл ұйықтар алдында. Дәл түнде тоқ. Ішектің перистальтикасы күшейеді. Бактериялар белсендірек жұмыс жасайды. Таңертеңгі босануға дайындалу жүреді. Осы сәтте талшық берсеңіз, ол қорытуға кедергі жасамайды. Тағаммен бәсекелеспейді. Түнгі қалпына келудің бір бөлігіне айналады. Екінші – доза. Бір ас қасық артық емес.
Жетілген ішекке шамадан тыс жүктеме керек емес. Үлкен доза егде жастағы адамдарда кебудің жиі себебі. Шырышты қабат бұрынғыдай емес, моторика баяулаған. Артық мөлшер көмекшіден тітіркендіргішке айналады. Бір қасық процесті іске қосатын физиологиялық көлем, бірақ тепе-теңдікті бұзбайды. Үшінші, немен ішу керек? Кек бөлме температурасындағы таза су. Шаймен емес, кефирмен емес, шырынмен емес. Бұл өте маңызды. Қант пен белоктар болғанда ашытудың жылдамдығы өзгереді. Газ түсетін бактериялар белсенеді, және тазалаудың орнына адам кебуге ие болады. Суда процесс баяу және тыныш жүреді. Гель дұрыс қалыптасады. Төртінші, қабылдаудан кейін тыныштық. Талшық ішіп тағам жей бердіңіз, шай іше бердіңіз, тістеніп отырып сериал көре бердіңіз. Түнгі процесс іске қоспайды. Дұрыс кешкі ритуал қарапайым. Ұйықтар алдында 2-3 сағат бұрын соңғы тамақ. Содан кейін ұйықтауға жақын 1 қасық псилиум 1 стақан суда. Және бәрі. Ешқандай қуып жететін тістеулер жоқ. Дене түсіну керек. Күн аяқталды. Қалпына келу басталды. Дәл осы режимде адамдардың көпшілігі жылдар ішінде алғаш рет таңертең ішектің ысыруссыз, іште бірдеңе қалды деген сезімсіз өздігінен босайтынын байқайды. Бұл күрт эффект емес, қалыпты физиологияның қайтуы. 50-ден кейін шөл сезімі бәсемдейді. Бұл белгіленген физиологиялық факт. Адам созылмалы сусыздануды бастан өткізіп, мүлдем ішкісі келмеуі мүмкін. Ал ішек оған бірінші жауап беретін мүше. Ылғалды үнемдей бастайды, мазмұнды қоюландырады, қозғалысты баяулатады. Сондан қатты нәжіс пен таңертеңгі ауырлық пайда болады. Псилиум вакуумда жұмыс жасамайды, тек құрылым жасайды. Ал бұл құрылым тек сумен толады. Су жетіспесе, жұмсақ гельдің орнына тығыз масса пайда болады. Іш қатпауды күшейтуі мүмкін. Қарапайым бағдар. Дәрігерде шектеу болмаса, тәулігіне салмақтың әрбір килограммына кемінде 30 мл таза су. Және дәл су туралы айтып жатырмын. Шай, кофе немесе сорпа емес. Бірақ бар тағы бір фактор, ол не бүкіл эффектіні күшейтеді, не толық жояды. Бұл жүйке кернеуі. Тіпті адам өзін тыныш санаса да. Тоғышек вегетативтік жүйке жүйесімен тікелей байланысқан. 50-ден кейін ағза жиі жасырын фондық стресс режимінде өмір сүреді. Қысым секіреді, ұйқы беткей, тыныс тайыз. Және ішек бұл режимде сөзбе-сөз қатып қалады. Симпатикалық жүйке жүйесі белсенген кезде перистальтика баяулайды. Және ешқандай талшық бұл сәтте толыққанды жұмыс жасамайды. Дәл сондықтан кейбіреулерде бәрі 2-3 күнде жұмыс жасай бастайды. Ал басқаларында ештеңе болмайтын сияқты. Айырмашылық ішекте емес. Оған босансу сигналын беріп жатырсыз ба жоқ па? Соның айырмасы. Ең қарапайым ауыстырғыш тыныс алу. Күрделі тәжірибелер емес, жай тыныс алуды баяулату. Баяу және терең тыныс алғанда парасимпатикалық жүйке жүйесі белсенеді. Дәл түнгі перистальтикаға жауап беретін жүйе. Бұл тікелей өлшенетін механизм. Сондықтан псилиум қабылдаудан кейін 3-5 минут тыныш тыныс алу, мұрынмен баяу демалу, одан да баяу шығару. Санаусыз, күшсіз. Тек денеге тынышталуға мүмкіндік бере отырып. Дәл осы қарапайым элементті енгізгеннен кейін кейбіреулерде түнгі кебу жоғалады. Себебі газ жиі тағаммен байланысты емес, спазммен байланысты. Ішек босаңсыды, газ жұмсақ шығады, жиналмайды. Кішкентай анатомиялық құпия. Ұйқыны сол жақ бүйірден бастаңыз. Бұл қалыпта тоқ ішек мазмұнның қозғалуы табиғи жолмен жеңілдейтіндей орналасқан. Тұрақтылық. Ең маңыздысы. 50-ден кейін ішек кенет қозғалыстарды жаратпайды. Ырғақты ұнатады. Бүгін жасадым, ертең ұмыттым дегендей бұл жұмыс жасамайды. Ішек үйретілетін мүше. Егер жылдар бойы кешіктірумен спазм режимінде өмір сүрсе, оған бұдан кейін бәрі бөлек болады деп сенуге уақыт керек. Әсер ету күшінен тұрақтылық маңыздырақ. Кемінде 7 күн қатармын. Дәл осы мерзімде ішек қабырғасы рецепторларының реакциясы өзгереді. Жүйке жүйесінің жауабы қалыпқа келеді. Микрофлора қайта құрыла бастайды. 3-4 күні кейбіреулер қорқады. Нәжіс сәл жиілеуі, немесе керісінше бір күнге кешігуі мүмкін. Бұл нашарлау емес, қайта құрылу. Ішек жаңа ырғақ іздейді. Осы сәтте тастап кетсеңіз, ағза ескі схемаға оралады. Дозаны азайтқан әлдеқайда жақсы, бірақ тұрақтылықты сақтаңыз. Күн сайын кешке жартас қасық, 3 күнде бір рет толық қасықтан көп пайда береді. Енді соңғы нүкте. Ең бастысы. Дәл соның себебінен кейбіреулерде ішек жылдар бойы тұрақты жұмыс жасайды, ал басқаларында барлық дұрыс әрекеттерге қарамастан бәрі кері оралады. Бұл таңертеңгі табиғи пазывты басып тастау туралы.
елуден кейін ішекте гастроколдық рефлекс деп аталатын нәрсе болады. Оянуға табиғи реакция. Дәл тұрғаннан кейінгі алғашқы 30-60 минутта ағза босануға дайын. Егер осы сәтте адам асыққанда, шыдаса немесе кейінге қалдырса, ішек нақты сигнал алады. Уақыт емес. Бір рет болса, ештеңе жоқ. Бірақ бұл тұрақты болса, рефлекс бәсеңдейді. Және онда ешқандай кешкі жұмыс логикалық аяқталуға жеткізілмейді. Бұл клиникалық бақылаулармен расталған. Таңертеңгі пазывты сыйлай бастаған адамдар тамақтануды өзгертпей-ақ уақыт өте тұрақты және жеңіл нәжіс алады. Ал оны елемейтіндер дұрыс талшықпен жеткілікті суға қарамастан іш қатпауға ұрылады. Сондықтан бүкіл схеманың ең маңызды сыры қарапайым естіледі. Таңертең болса да әлсіз сигнал болса, ешқашан шыдамаңыз. Күтпеңіз, кейінге қалдырмаңыз. Және өзіңізге таңертең телефонсыз, асықпай, кемінде 10 минут беріңіз. Бұл психология емес, физиология. Ішек ырғаққа жауап береді. Бәрі бір тізбекке қосылғанда, кешкі жұмсақ қолдау, жеткілікті су, ұйықтар алдында босансу, тұрақтылық және таңертеңгі сигналды сыйлау ағза табиғатта ойластырылғандай жұмыс жасай бастайды. Күштеусіз, үйренусіз, өзімен өзі күрессіз. Сонда таңертеңгі қысым жақсарады, қант теңеседі, денедегі тұрақты ауырлық жоғалады, ішкі тазалық пен анықтық сезімі пайда болады. Эйфория емес, тыныш норма. 50-ден кейін денсаулық емдеу емес. Бұл дененді сыйлайтын жұмсақ, бірізді баптау. Және ішек бұл баптауда негізгі рөл атқарады. Бұл видео пайдалы болса, лайк басыңыз, арнаға жазылыңыз. Өзімізді күтіміз. Сау болыңыздар.